Армысыздар, ардақты ағайын, есімім менің Нәзира Сұлтан Мұрат қызы, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің оқуымдағы Абайдың қара сөздері, құлшылыққа қатысты мақалалар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз дәл қазір Абайдың 22-ші сөзін бастаймыз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па еді? Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп 100 кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес, өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жетім болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Біреулер бір жерін құрым киізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып мырза болып еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, сапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғарып қасар бейшараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп, ілерлік те жайы бар. Енді қалды қу мен сұм. Олар өзі де қуратпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Кімді сүйдік? Кімнің тілеуін тіледік? Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын, енді әлбетте амал жоқ. Момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенінен жаға алмай, жарымын беріп, жарымын тыныштығымен баға алмай, ұры, залым қуларға жетім болып жүрген шын момын байларды аямасаң һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым. Абайдың 23-ші сөзі. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой, оның қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болды деп. Я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдыңда неше ат бар деп сұрар. Артыңда неше ат бар деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан 10 аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы, жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болды да деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болды деп. Көпке қаһарым жүрмейді деп. Көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғылым көпке келіп пе? Біреуден тарап па? Хикмет көптен тарай ма? Бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен? Көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ, жармысы арыса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым жарыса, аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш? Тұқымымызбен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе?
көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалмас, енді аузыңды саста бер деп пе?